Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нука. Бүгінгі видеода мен сіздерге көптен күткен мод мебельге обзор жасайтын боламын. Иә достар, бұл модта өте көп заттар бар. Сондықтан да видео басталмай жатып лайк басып комментарий жазыңыз. Ал ендеше видеомызға кеттік. В общем, мод дейтін видеоның описаниясында болады. Телеграмға кіріп, содан жазып аласыздар. Сонда модты қосқан кезде екінші ресурс пакты қосқанда настроить деген болады. Соны настроить етасыздар. Так, в общем, бізде осындай мод. Так, мінекей осындай скиндар бар. Мына киюіңізге болады. Так, осы достарыңызды Майнкрафтта қорқытсаңыздар болады. Пранк стоп. Тағы да осындай мінекей Фреддидің скины. Так, содан кейін үшінші бізде бір күлген, в общем, қоян осындай атымды қолын. Так. Тағы да бізде мінекей осындай бензопила адамның скины бар. Так, содан кейін в общем осындай скиндер бар. Мінекей Тордың алдайтын еді, Тордың в общем қаруы Тордың осындай найзағай шақырады. Қазір көрсетейін сіздерге. Так, қой бергел. Так, осылай найзағай шақырады. Так, тағы бізде так, қазір кішкене қатып отыр достар. Так, тағы бізде мінекей осындай VR очки бар. Так, бұл VR очки осындай, короче, менюді шығарады. ПК-дағы менюді. Бірақ сіздер ештеңе баса алмайсыздар, просто бұл әдемілік үшін VR, в общем. VR очки дейді, сол үшін. Так, қазір сіздер көрсетейін қалай тағылып тұратын. В общем, осылай тағылып тұрады. Мен көзім үлкен бе или басымдан ба, осындай, короче. Так, келесі бізде болды ойдымды, нормально. Мінекей осындай бір вагонеткімен шошқа бар. Осылай өзімен жүре береді алдына. Осыны дым түсінбедім бар ғой, не қызық екен. Так, сақтаймыз. Мынандай бар ма, в общем, инопланетаны сен ұрлап атам ау бәле, в общем. Так, осындай бас киімдер бар. Мынандай ютуберский наушник. Так, мына гитара, в общем. Гитара, да? И электронный гитара, в общем. Так, тағы бізде не бар? Мынандай тиындар бар. Так, енді көптен күткен мебельді көрсетейін сіздерге. Бұнда өте көп мебель. Ойында қатып кетуі мүмкін. Так, мінекей менде кішкене қатып отыр достар. Бұнда өте көп мебель. Мінекей достар, мебель өте көп. Скулбойдың картасын жасағанда осы мебельдерді қолданған болатын. Так, осындай мебельдер бар. Ішінде барлығы бар: телевизор, диван, стиралка, кухня, бәрі бар, в общем. Керекті заттардың бәрі бар. Карта үй жасағанда осындай заттарын безендіріп қоюға өте күшті. Так, осындай диван бар. Так, бұл еще. Так, жерін бұр жіберейік. Так, бұлайынан қоямыз. Осындай әдемі болып тұрады. Так, тағы бізде, в общем, телевизор бар еді ғой, қазір көрсетейін сіздерге телевизорды. Телевизордың бірнеше түрі бар. Өздеріңізге ұнаған қойып алсыздар, в общем. Так, мінекей осындай ойыншықтың коробкасы ма бірдеңе. Так, осындай. Так, осындай телевизор. Қазір пультпен сөндіреді ойын, по идее. Так, мінекей осындай құмнан жасаған қамал бар. В общем, бұнда барлық керек затың бар ғой. Осы модтардың ішінде ең ұнаған осы, мебель модтардың ішіндегі. Негізі қалғандарын жазып көрген болатын, бір түрлі андай. Кейбіреу загруз етілмей қалады, кейбіреу андай бір түрлі жасыл түсті болып кетті. В общем, сондай ошибкалар болды. Сосын осы модты таңдаған болатын. Бұл модта барлығы бар енді. Барлығы күшті загруз етілген. Мінекей осындай NPC-лар бар. Так, мынау бізде
по идее авторлардың общем авторлардың несі NPC Бобби Крафт дейді ғой. Бобби ма қалай өтті? Так, мінекей. Мынаның скин маған ұқсайды екен. Чуть-чуть ұқсайды. Так, осындай енді мод қолдансаңыздар болады. Видеоның описаниесінде болады. Ссылка арқылы өтіп, телеграмға өтіп жазып аласыздар, в общем. Так, в общем, осы. Так, мінекей пульт. Мінекей осы пультты аласыздар. Так, өшіртпейсіңдер, в общем, осылай өшіріп қосасыңдар. Бұл телевизордың неше түрі бар әлі? Қанша? 5-6 түрі бар, в общем. Ал ендеше достар, видеомыз соңына жетеді. Видеоны болса арнаға тіркеп лайк басып комментарий жазамыз. Сіздер үшін достар осындай кереметтей модқа обзор жасаған болатын. Келесі видеода қандай модқа обзор жасайтынымды комментарийға жазыңыздар. Ал ендеше достар, қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.